Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы ілік септік. Бүгінгі сабақта тыңдалған мәтін бойынша диалог құрасың. Ілік септіктің жалғауларын ажыратасың. Ал есімізге түсірейік. Қазақ тілінде неше септік бар? Ілік септігі қандай сұрақтарға жауап береді? Ілік септігінің жалғауларын атайық. Ал жауабымызды салыстырып көрейік. Қазақ тілінде 7 септік бар. Ілік септігі кімнің, ненің, кімдердің, нелердің деген сұрақтарға жауап береді. Ілік септігінің жалғаулары ның-ның, дің-дің, тың-тың. Ал енді 22-ші беттегі 41-ші жаттығуға назар аударайық. Апат айтып келмейді дейді. Табиғат апаттарының түрлері қандай? Жер сілкінісі, су тасқыны, дауыл, қар көшкіні, мұз жарылуы екен. Жер қыртысы тау жыныстарының қат-қабат қатталған аса ірі текше тастарынан тұрады. Жер қойнауындағы жайнап тұрған тау жыныстары баяу сырғып, төменгі қатпар жарықтарының жігіне құйылады. Соның салдарынан тас қабаттары қозғалады да біріне бірі соқтығысады. Сол жойқын қозғалыстардың себебінен жер астындағы қатты қабаттар қопарылады. Соның әсерінен жер сілкінеді. Қатты сілкіністен жер жарылады. Үйлер құлап, жердің астына түсіп кетеді. Жер сілкінісі жағдайында не істейтіндерің туралы диалог құраңдар дейді. Анар, сен жер сілкінгенде сыртқа шыға алмай қалсаң не істейсің? Үстелдің астына тығыламын. Жер сілкінісі кезінде қандай жерлерде тұрған дұрыс? Ішкі қабырғаның қауіпсіз тұсына, үйдің ішкі бұрышына, есік жақтауларының ортасына тұрған дұрыс. Ондай кезде лифтті пайдалануға бола ма? Жоқ, болмайды екен. Ал енді балалар 42-ші жаттығуды орындап көрейік. Сөйлемдерді тыныс белгісін қойып көшіріп жазамыз. Жанартаудың атқылаған орны шұңқыр болып қалады, кейде сондай шұңқырға жаңбырдың суы толып көлге айналады. Бұл жерлерде қандай тыныс белгілері бар екен? Жанартау дегеніміз не балалар? Жанартау дегеніміз төбесінде шұңқырға ұқсас кратері не ойысы бар, көбінесе конус немесе күмбез тәріздес болып келетін геологиялық түзілімді айтады екенбіз. Ал тексерейік балалар. Жанартаудың атқылаған орны шұңқыр болып қалады. Нүкте. Кейде сондай шұңқырға жаңбырдың суы толып, көлге айналады. Ілік септігіндегі сөздерді табайық. Ілік септігіндегі сөздер жанартаудың, ненің? Жанартаудың. Дің дегеніміз ілік септігінің жалғауы екен. Жаңбырдың, ненің? Жаңбырдың. Дің ілік септігінің жалғауы. 43-ші жаттығу. Мұз жарылып, суға түсіп кеткен адамға қалай көмектесуге болады? Қасына баруға болмайды, өзіңде суға түсіп кетуің мүмкін. Осындай жағдайда дұрыс болатын әрекетті белгілейік. Бірінші, айқайлап үлкендерді көмекке шақыру. Сыртқы қалың киімді шешіп тастап, шаңғымен көмекке бару. Судағы адамға арқан немесе шаңғының таяғын лақтыру. Ештеңе істемеу. Осы 4 әрекеттің қайсысын істейтін едік балалар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Айқайлап үлкендерді көмекке шақыру керек екен. 44-ші жаттығу. Табиғаттағы қауіпті жағдайлар кезінде не істейтініңді ойланып айтып бер. Табиғаттағы қауіпті жағдайлар кезінде соңғы жаңалықтармен хабардар болып отырып, қауіпсіздік ережелерін сақтауға тырысамын. Айтылған нұсқаулықтарды орындауымыз қажет. 45-ші жаттығу. Жоғарыдағы мәтіннен зат есімдерді теріп жаз. Оларға ілік септігінің қосымшасын жалғап, әртүрлі жалғану себебін анықта. Мәтіндегі ілік септігі бар сөздер жердің, таудың, тастың, үйлердің. Зат есімдер жер, тау, тас, үй. Осыған ілік септігінің жалғауын
Жердің, неге балалар? Жердің дегенде дің жалғауы жалғанып тұр. Өйткені жіңішке. Егер түбір сөзде жіңішке дауысты дыбыс болса, жалғанатын қосымшада жіңішке болады екен. Таудың, тау дегенде а дыбысымыз жуан болғандықтан, қосылатын жалғауда жуан болады екен. Дың, дыбысы бізде жуан. Тастың, а жуан болғандықтан түбірдегі қосымшадағы да жуан болады. Тастың, үйлердің, үй сөзі түбіріміз жіңішке сондықтан лердің, діңде жалғанатын қосымшамызда жіңішке болады екен. Жақсы балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Канал ұнаған болса, лайк басып, коммент жазып отырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңдар.